Радиация деген не? Радиация – энергияның таралуы. Көбіне ол атомдардың ішінен шығады. Радиация қалай пайда болады? Бір атомның ішінен кейбір атомдар тұрақсыз болады. Олар өздігінен бөлшектер энергия шығарады. Міне осы радиация. Мысал, уран, радон, торий бұлар жерде табиғи түрде бар. Екі ғарышта, күннен, жұлдыздардан, қара құрдымдардан өте күшті энергия келеді. Оны ғарыштық радиация дейміз. Тіпті қазірде аз мөлшерде радиация бізге ғарыштан келіп жатыр. Үш жердің өзінен тау жыныстарында, топырақта, ауада радон газы. Біз күнде өте аз радиацияның ішінде өмір сүріп жүрміз, бірақ ол қауіпті емес. 4 адам жасаған радиация адамдар да радиация тудыра алады. Атом электростанциясы, медициналық рентген, ядролық сынақтар радиация. Неге радиация қауіпті деп айтылады? Себебі өте көп мөлшері ұзақ уақыт әсер етсе жасушаларды зақымдайды. Ал атом деген не? Атом дүниедегі барлық заттың ең кішкентай бөлшегі. Сен көріп тұрған, ұстап тұрған, тіпті өзің де атомдардан тұрасың. Атом неден тұрады? Атомның ішінде 3 негізгі бөлшек бар. Бір протон. Оң зарядты атомның ортасында болады. Қандай зат екенін анықтайды. Мысалы, бір протон сутек, 6 протон көміртек. 2 нейтрон, 0, заряды жоқ протонмен бірге ортасында, ядрода нейтрон атомды тұрақты ұстап тұруға көмектеседі. 3 электрон, теріс зарядты ядроның айналасында өте жылдам қозғалады. Электрондар электрфилация. Атом неге көрінбейді? Атом өте кішкентай. 1. Ядролық бомбада радиация қалай таралады? Ядролық бомба жарылған сәтте радиация бірнеше жолмен таралады. Бірінші сәттегі радиация. Жарылыс болған алғашқы секундтарда өте күшті энергия, көрінбейтін сәулелер, гамма, нейтрондар шығады. Бұл радиация өте тез және өте қауіпті, бірақ қысқа уақытқа ғана созылады. Жарылыстан кейінгі радиоактивті шаң. Жарылыстан соң жер, ғимараттар, заттар шаң болып көтеріледі. Ол шаң радиоактивті болады. Сосын желмен жан-жаққа тарайды, жерге қайта түседі. Мұны радиоактивті түсу дейді. Бұл радиация ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Суға, топыраққа, өсімдікке сіңеді. Қоршаған ортаға таралуы. Радиация ауа арқылы, су арқылы, жер арқылы жайлап, бірақ ұзақ әсер етеді. Сондықтан кей жерлер жылдар бойы қауіпті болып қалалады. Неге ядролық бомба өте қауіпті? Себебі ол бір сәттік жойқын әсер береді, көрінбейтін, бірақ ұзақ радиация қалдырады адам денесіне. Ядролық бомба неден тұрады? Ядролық бомба ерекше атомдық материалдың энергиясын пайдаланатын қару. Оның негізінде өте ауыр атомдар бар. Негізгі ядролық материал. Көбіне 2 түрі қолданылады. Уран 235, плутоний 239. Бұлар табиғатта сирек, атомы тұрақсыз, бөлінген кезде орасан көп энергия бөледі. Бөліну неге жарылыс болады? Бұл материалдың атомы бөлінгенде жылу, жарық, соққы толқыны, радиация бір мезетте шығады. Сол себепті кішкентай зат үлкен жарылыс. Басқа бөліктері жалпы түрде. Ядролық бомбаның ішінде тағы оны іске қосатын механизмдер, қорғаныш қабаттар, басқару жүйелі. Адам 3 күн ұйықтамаса не болады? Егер адам 3 күн 72 сағат ұйықтамаса, ағза қатты шаршайды және бірнеше өзгеріс болады. 1 күн 24 сағат қатты шаршау, зейін төмендейді, ашуланшақтық пайда болады, бас ауруы мүмкін. 2 күн 48 сағат есте сақтау нашарлайды, көз ауырлап, дене әлсірейді, адамның сөйлесуі мен ойлауы баяулайды. 3 күн 72 сағат галлюцинация болуы мүмкін, жоқ нәрсені көріп немесе естіп қалу, өте қатты шаршау, адам дұрыс ойлай алмай қалады, иммунитет әлсірейді. Ұйқы ми үшін өте маңызды. Көп жас өспірімдерге күніне 810 сағат ұйқы керек. Адам 3 күн ұйықтамаса, жағдай одан әрі нашарлай береді. Бұл құбылыс sleep deprivation деп аталады. Тағы қандай өзгерістер болады? Бір ми жұмысы бұзылады. Ойлау қиындайды. Қарапайым есептерді шығару қиын болады. Шешім қабылдау қателесуі мүмкін.
Екі көру және сезу өзгереді. Көз алдында бірдеңе қозғалғандай көрінуі мүмкін. Дыбыстарды дұрыс естімеуі мүмкін. Кей адамдар жоқ нәрсені көріп қалады. Үш дене әлсірейді. Қол-аяқ ауырлайды. Реакция баяулайды. Спорт жасау немесе жүгіру қиын болады. 4 көңіл-күй өзгереді. Ашуланшақ болады. Қорқыныш немесе уайым көбейеді. Кейде себепсіз күлу немесе жылау болуы мүмкін. 5 иммунитет төмендейді. Адам тез ауырып қалуы мүмкін. Дене ауруларға қарсы әлсіз болады. Сол себепті жасөспірімдерге, сенің жасыңдағы адамдарға күніне 8-10 сағат ұйықтау өте маңызды. Ұйқысыздық жалғаса берсе, ағзаға әсері күшейе түседі. Бұл құбылыс sleep deprivation деп аталады. 4-5 күн ұйықтамаса, ми өте қатты шаршайды. Адам дұрыс ойлай алмайды, сөйлеуі шатасуы мүмкін. Галлюцинациялар жиі болуы мүмкін, жоқ нәрсені көру немесе есту. Қол-аяқ дірілдеп, қозғалыс баяулайды. Бір аптаға жақындаса, есте сақтау өте нашарлайды. Адам кейде қай жерде екенін түсінбей қалады. Иммунитет қатты әлсірейді. Денеде күш қалмайды. Ұзақ уақыт болса, өте ұзақ ұйқысыздық денсаулыққа қауіпті. Ол жүрек жұмысына әсер етуі мүмкін. Жүйке жүйесін әлсіретеді. Дененің қалыпты жұмысын бұзады. Сондықтан дәрігерлер жасөспірімдерге күніне шамамен 8-10 сағат ұйқы керек дейді.